Баршаңызға сәлем қыздар. Фунчузаңыз егер де жақсы шықпайтын болса, дәл осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен арнайы чим-чиммен жасайтын боламын. Ең алдымен мен осылай етімді жақсылап қуырып, үстіне тұзын бұрышын салып, және де кішкене соя соусты құйып, 1 сағатқа бұқтырып алатын боламын. Одан кейін осы фунчузаны алып, оның үстіне ыстық суды құйып, шамамен 8-10 минуттың ішінде пісіріп аламын. Ол пісем дегенше дейін қияр мен қызанақты және де чеснокты жақсылап осылай соломка ретінде турап шығатын боламын. Болгар перецін, кейін укроп қоссаңыз да өзіңіз білесіз. Менің каналыма тіркеліп, және де лайк, комментарий басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен өте қызықты әрі жеңіл, пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Осы дайын фунчузаңызды пышақтың көмегімен кесіп алатын боламыз, жегенде ыңғайлы болу үшін. Және де жарты сәбізді осы терканың көмегімен турап алсаңыздар болады. Жаңағы қияр қызанағымызды салып, үстіне бір осындай чим-чим саласыз. Және де бағанағы піскен етімді салып жақсылап араластырамын. Ешқандай тұз, бұрыш, еш нәрсе қоспайсыз. Осы бір чим-чиммен осындай керемет дәмі өте дәмді фунчуза сіздерге дайын болады. Баршаңызға ас болсын.